Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 100% пісетін осындай өте дамды котлеттер бірге дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 700 грамм фарш, картошка мен пияздарды майдалауға жібереміз. 3 тілім қара нанның қатты шеттерін алып тастап, ортасын кесеге салып, үстінен су құямыз. Мінеки осылай бізде езіліп шықты картошка мен пияздарымыз. Оны салып фаршқа, қара нанды, 1 қасық манная крупа, 1 жұмыртқа, дәміне қарай тұз және қара бұрышты сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Осылай ұрғылаймыз. Бұл біздің котлеттеріміз бір-біріне жақсы бірігуі үшін. Мен котлеттерді жасаған кезде бірінші осылай домалақтап аламын. Осылай жасаған өте ыңғайлы болады. Одан кейін панировочный сухари мен ұнды бірдей етіп осылай араластырып аламыз. Котлеттерімізге аунатып, қызып тұрған табаға май құйып, екі жағынан жақсылап қатты отта қуырып аламыз. Осылай қуырып алған котлеттерімізді тарелкаге салып, барлық котлеттерімізді екі жағынан қатты отта бірінші қуырып аламыз. Менде тура осы рецепт бойынша 20 котлет шықты. Барлығын қуырып алғаннан кейін жаңадан май құйып, барлық котлеттерімізді орналастырып, үстіне су құйып, сетебелі немесе осы экранына салсаңыздар болады. Үстіне су құйып аламыз осылай. Сонымен бір қайнаған соң астын жай қойып, 40-45 минут бұқтырып аламыз. Мінеки осындай өте дәмді, іші 100% пісетін котлеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептмен котлет жасап көріңіздер, жанына қалаған гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын!